80-ге 70-ге келген апа Құран үйреніп жатыр. Оған қойылатын талаппен дін маманына, дін маманының ішінде сол діннің жауапты адамдары бар, оларға басқаша талап қойылады. Көрдіңіз бе? Ал кім тәжвидпен оқымайтын болса, онда ол күнәһар болады дейді. Имам Ибн аль-Жазари қатты айтады. Имам Ибн аль-Жазари ол біздің Құран ғылымдар саласында, қырағаттар саласында ол тауы. Тегін дүниенің қадірі болмайды. Адам егер өзінен бір нәрсе шығарып соған қатысатын болса, соған салыстырмалы түрде мән береді, көңіл бөледі. Өйткені өзінен шықты ғой бір нәрсе. Бұдан 10 жыл бұрын онша көп ондай бізде талпыныс жоқ еді. Сосын Алматы қаласының өзінде мешіттердің жанында қазір Құран жаттататын бірнеше орталықтар бар. Демек, сені қиындықтан құтқаратын, бақытсыздықтан бақытқа шығаратын, адасушылықтан тура жолға, өйткені зұлыматтардан нұрға дейді. Көрдің бе? Зұлымат көпше түрде береді. Өйткені адастыратын жолдар көп. Нұр біреу, тура жол. Ол Құранның жолы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Сіздерді Ағарту Академиясы YouTube арнасына көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін бізде ерекше подкаст. Өйткені біздің бүгінгі тақырыбымыз Фадоил Құран әл-Карим, яғни Құран кәрімнің абзалдылығы, артықшылықтарына қатысты әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтарымен таныстыра кетсек, Ливан Республикасының Триполи университетінің исламтану мамандығының түлегі, Нұр-Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетінде исламтану мамандығы бойынша PhD доктор, қари, 7 қырағат иесі Еркінбек Шоқай ұстазымыз, және де еліміздегі ең алғаш исламтанушы PhD доктор, доцент, өздеріңіз білетіндей Құран ілімдеріне кіріспе, хадис ілімдері кітаптарының және тағы да басқа көптеген кітаптардың авторы Қайрат Құрманбаев ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіздер. Енді бүгінгі біздің подкастымызды жаңа атын атап өткендей, Құран ілімдерінің, Құран кәрімнің абзалдылығы, сол сияқты бірінші сұрағымызбен подкастымызды бастасақ, ең алғашқы сұрақ, осы жалпы Алла тағала Құран кәрімді сүруінің хикметінен бастасақ. Альхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Құран кәрім хикметі деген кезде, Құран кәрімнің адамзатқа түсу мақсаты қандай? Біз білеміз, Иса алейхиссаламнан кейін адамзатқа пайғамбар келген жоқ, елші келген жоқ. 600 жыл, ол енді хадисте де бар, тарихтан да белгілі, адамзат жолынан жаңылды. Адамзат адасты, өйткені Иса алейхиссаламның, яғни Муса алейхиссаламның шариғатын жалғастырып келген, соны толықтырып келген Исаның алейхиссалам діні, шариғаты көп ұзамай өзгеріске ұшырады. Тіпті кейбір деректерде 21 күннен кейін ақ Исаның шариғаты өзгерді. Өте ұзақ мерзім, өйткені оған дейінгі қоғамдарда білесіздер, Бәни Исраилде әрдайым пайғамбарлар келіп отырған, арасына уақыт салмай. Бірақ 600 жыл мерзім адамзат адасты десек болады. Жер бетінде араб қоғамында емес, көбіне біз араб қоғамына жапсыра береміз, адасқан, қызын өлтірген, бүйткен, азғындықта шектен шыққан. Ол араб қоғам емес, ол азғындық бүкіл жер бетінде болды. Сол үшін де пайғамбарымыз, ақырғы пайғамбар, бірінші кезекте осы адамзатқа тура жолды көрсету. Өйткені Құранда енді көп аяттар бар. Инна хадал Құр'ана яхди лиллати хия ақуам. Бірінші кезекте ең тура жолды, ең дұрыс жолды көрсету үшін осы Құран түсті. Көрдіңіз бе? Сол секілді Құранда тағы да біз Құранды وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ шей дейді. Бүкіл нәрсені баяндау үшін, ақ пен қараны ажыратып, дұрыс пен бұрысты, ақиқат пен жалғанды баяндау үшін Құранды түсірдік. Уахуда уа рахма,
мейірім, тура жол, ва бушра лил муслимин, мұсылмандарға бір сүйінші дүниеде де, ақыретте де жетістікке жеткізу үшін. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Білдіңіз ба? Менің тура жолым, Құранның алып келген жолын ұстанса, адаспайды, және тура жолдан ауытқымайды, және бақытсыз болмайды дейді. Білдіңіз ба? Құран адамзатты дүниеде де, ақыретте де бақытқа жетелейтін кітап негізінде. Өйткені мә әнзәлна алейкал Құр'ана литашқа, Таха сүресінде айтады ғой Алла Тағала. Біз саған Құранды бақытсыз болуың үшін түсірмедік дейді. Шақава деген ол бақытсыздық. Демек, бұл дүниеде де, ақыретте де адамдар енді бақытты іздейді ғой жалпы. Жақсы өмір сүру, бақытты болу. Бірақ көбіне таппай жатады. Алла Тағала Құран арқылы түсіріп қойған ғой негізі. Бақытты да, енді әркімде әртүрлі нәрседен бақыт табады ғой. Құран да әртүрлі нәрсемен саған бақытқа жетелеп қояды негізінде. Сол үшін де فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Қараңыз, мына дүниеден өзінде қиын өмір береміз дейді. Құранның бір атауы зикр ғой. Көрдіңіз бе? Демек, сені қиындықтан құтқаратын, бақытсыздықтан бақытқа шығаратын, адасушылықтан тура жолға, өйткені зұлыматтардан нұрға дейді. Көрдің ме? Зұлымат көпше түрде келеді. Өйткені адастыратын жолдар көп. Нұр біреу, тура жол. Ол Құранның жолы. Сондықтан Құран адамзатты, бүкіл адамзатты тура жолға бастайтын кітап. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи рахматал лил аламин, әлемдерге, бүкіл әлемге адамзатқа келген пайғамбар болғандықтан Құран бүкіл адамзатты тура жолға бастайтын кітап. Негізгі түпкі мақсаты тура жолға бастаушы деп білемін. Енді баршамыз білеміз, Құран ол да мұғжиза, бірақ сол Құранның мұғжизалығы неде? Яғни неге жаңа Құранды мұғжиза деп атайды? Мұғжиза, неге Құран мұғжиза? Себебі Құран Алланың сөзі. Ал енді мұғжиза деген келетін болсақ, бұл енді ажаза деген сөзден шығып тұрған. Ажиз деген әлсіздік. Ажаза, яғни біреуді шарасыз қалдыру. Біреуді ажаза, шарасыз қалдыру, оның әлсіздігін мойнына қойып беру. Құран Алланың кітабы болғандықтан ол мұғжиза, себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берілген ең негізгі бірінші мұғжиза. Яғни пайғамбарымыз біріншіден ол Құранның Алланың сөзі екендігін дәлелдейді. Екіншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығының хақ екендігін білдірген. Яғни қазірге дейін Құран бәсекеге шақырды. Бүкіл сол замандағы ақындарды, жазушыларды, бүкіл шешендерді, ділмарлардың барлығын осы бәсекеге шақыруы Құранның қияметке дейін күшінде дейсіз. Бұл бәсекеге араб қоғамында да, араб емес қоғамда да қазірге дейін ең болмағанда 10 сүре түгілі бір сүрені де ешкім Құранға ұқсайтын жазып немесе ойлап тауып Құранның бәсекесіне жауап бере алған жоқ. Неге? Себебі бұл Алланың сөзі. Құранның мұғжиза болуының бірінші себебі Алланың сөзі. Екіншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығының, елшілігінің ең негізгі айғағы дәлелі. Осылайша Құран қияметке дейін өзінің бүкіл барлық кітаптардан, бүкіл барлық шығармалардан, бүкіл барлық туындылардан қияметке дейін болатын өзінің жоғары тұрғанын көрсетеді. Сол үшін мұғжиза. Біріншіден. Екіншіден, қияметке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хақ пайғамбар екендігін дәлелдеп тұр.
Жаңа Қайрат сіз айтып кеттіңіз, иә, Құранның көптеген атаулары бар, яғни әл-Фурқан, әт-Тәнзил, әз-Зикр деген сияқты. Енді жалпы Құран бұл Құран дегеніміз, яғни ол дүниедегі ең көп оқылатын кітап. Енді бұл жерде біз Құран оқуды мәнерлеп оқуға акцент береміз бе, немесе Құранды түсінуге акцент береміз бе? Осы жерде қалай айтсақ болады? Енді Құран өзі қара деген түбірден шығып тұр ғой. Оқылатын, көп оқылатын кітап. Енді бірінші Алла тағала Құран кәрімде айтады. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллаға көп нәрседе шағымданбаған, бір нәрседе шағымданыпты. Құранда Алла тағала айтады: Қала Расул, я Рабби, инна қауми иттахаду хадал Құр'ана махжура. Я Алла, я Раб, менің қауымым Құранды тастап қойды дейді. Алла тағала айтып отыр. Алла елші, Қала Расул, елші айтып жатыр: я Раббым, мына қауымым Құранды тастап қойды деп айтып жатыр дейді. Қалай тастап қойды? Бірінші кезекте оқу. Енді шын мәнісінде біздің қоғамда алайық. Мысалы, көп жерде адамдар 10 жыл, 20 жыл намаз оқиды, бірақ Құран оқи алмайды. Мысалы, көп жиындарда отырасың, мұсылмандар осы бір мысалы менің Құран ілімдері кітабыма деген бір қол қойып бер, бір тәпсір кітабының тұсаукесеріне келіп шоуға құмар, бірақ тәпсір кітабын қазақша аударған оқысы келеді, Құран ілімдерін оқысы келеді, бірақ Құран оқи алмайды. Мысалы, сол отырған 70% Құран оқи алмайды. Мысалы, отырған адамдан. Біріншіден, біз Құран өзі бірінші аяты оқы деп түседі. Құранның өзі оқу деген түбірден шығады, бірақ сен оқымайсың. Ол проблема. Бірінші, хәжір, яғни тастап қою, оқу. Сол үшін Құран оқуға қатысты оның сауабы әрбір әріпіне бисмиллахир-рахманир-рахим десең 19 әріппе сен 190 сауап аласың дейді. Егер сен үйреніп қиналып оқысаң, плюс қиналған үшін тағы сауап аласың дейді. Мотивация бұл пайғамбардан. Мысалға, бірінші сен түсіну былай тұрсың, сен оқи алмай тұрып қалай түсінесің? Бірінші оқу тұрады, сен оқу керексің, сауабын айтып тұр. Екінші, тәжір бізде тұстап қою, оқи алатындар оны түсінбейді. Түсінетіндер омен толыққанды Құранға сай амал етпейді. Көрдіңіз бе? Демек, Құран оқылу керек, түсінілу керек, және соған сай амал етілу керек. Оған енді көп аят хадис жеткілікті, бірақ оны аят хадиссіз ақ түсінікті ғой. Алла тағала саған 1400 жыл бұрын тура жолды нұсқап, саған инструкцияңды берді. Мысалы, кез келген техниканың инструкциясы болады. Мына әлемнің инструкциясы Құран ғой. Сен дүниеге шыр етіп келдің, енді мына әлемде не дұрыс, не бұрыс, не ақиқат, не жалған, не хақ, не жалған екендігін ажырату үшін саған Алла тағала Құран түсірді. Бірақ сол Құранды түсіндіретін пайғамбар берді. Өйткені литубаййина линнаси ма нузила илейхим. Пайғамбарды жіберіп, өйткені сунна, пайғамбардың хадисі, сүннеті Құранды баяндайды бізге, түсіндіреді. Өйткені Құранда егжей-тегжей келе бермейді кейбір нәрсе. Сол үшін бірінші кезекте Құран оқылу керек. Ол мысалы былай ғой, саған мемлекет басшы хат жібереді. Сен оқи алмайсың. Патша хат жібереді. Сен оны басқа тілде жіберсе, сен түнімен оны аударып оқып аласың. Патшаңнан хат келіп тұрса. Енді бүкіл әлемдердің Раббысы саған хат жіберіп тұр ғой, 1400 жыл бұрын. Аллаху акбар. Сен оны оқи алмайсың. Сен 1400 жылдан бері оқи алмай келсің да сен. Оны ашпағандар да бар дейсіз ғой. Конечно. Бізде стереотиптер бар, Құранды алып орап іліп қояды, сувенир қылып. Оны оқы деп тұр. Еще өзінің атауы оқудан шығып тұр, біз оны қоямыз. Сондықтан Құран оқылу керек, қалай болғанда да.
және мүмкіндігінше Құран түсіну керек. Біз Құранды түсінбегеннен кейін біз проблемамызды шешу үшін коучтарға жүгініп кеттік. Негізі Құранда бүкіл проблема шешіп қойған. Өйткені сенен де жақсы біледі Алла тағала. Жаратқан өзі ғой. Және саған не керек емес Құранда әдемілеп тұрып беріп қояды. Түсінбей жатқан жеріңді пайғамбардың сүннеті арқылы тағы түсіндіріп қояды. Тағы түсінбей жатсаң ғалымдар арқылы тағы түсіндіріп қояды. Ол мысалы ондан Құран оқылу керек, түсінілу керек. Енді жаңағыдай тәртил өзінің оның нақышына келтіріп заңдылықтарына сай оқу әрине абзал. Бірінші оқып үйренесіз әріпті. Одан кейінгі этапта оның тәжвиді қазір Ерекең оны жақсылап түсіндіріп берді. Осы жерде қоса кетейін Қайрекесі. Абзал деген сөзді кішкене өзгерту керек секілді да. Себебі имам Ибн Жазари айтады. Имам Ибн Жазари «Әл-әхзу бит-тәжвиди хатмун лазиму, мән лам южаввидил Құр'ана асиму» дейді. Яғни тәжвидпен мынау Құранды тәжвидпен оқу деген не ол? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл алейхиссаламнан қалай үйренді, сөйтіп сахабаларға қалай үйретті, сол үлгіде оқу деген сөз. Құранды тәжвидпен оқу деген. Яғни солай, сол үлгіде оқу, ол міндетті болған іс дейді. Лазым болған іс дейді. Ал кім тәжвидпен оқымайтын болса, онда ол күнәһар болады дейді. Имам Ибн Жазари қатты айтады. Имам Ибн Жазари ол біздің Құран ғылымдар саласында, қырағаттар саласында ол тауы үлкен имам. Неге? Себебі Алла тағаланың біріншіден әмірі тұр. Вараттилил Құр'ана тартила. Бірінші, сен Құранды нақышына келтіріп, мәнерлеп оқы, яғни пайғамбар қалай үйретті, саллаллаху алейхи вассалам, солай үйрен деп Алла әмір етіп тұр біріншіден. Солай оқы деп. Екінші мәселе. Келісамен оқыңдар деп тұр. Келісамен жаттамаңдар деп тұр. Жаттамаңдар деп тұр. Екінші мәселе, біздің Құрансыз құлшылығымыз жоқ. Мәселе осы да. Мұсылман адамның Құрансыз құлшылығы жоқ. Яғни біздің намаздың ішіндегі 6 парыздың бірі, 12 парыз ғой, ішінде 6, сыртында 6. Соның бірі ол қырағат. Қайрекең айтқан қырағат. Яғни ол Құранды нақышына келтіріп тәжвидпен оқу керек. Әрине бұл жерде енді кімнің әрекетін жасады, еңбектенді, аузын, тілін ары қинады, бері қинады, мүлдем тура жаңағы сол үлгіні сақтап оқи алмаса, ол кезде енді оған кешірім бар шығар. Бірақ бізде мысалы ешкім әрекет жасамайды. Кириллицамен оқып алады да, ары қарата мысалы сол кириллицамен намазын жылдар бойына жаттаған Құранын оқып жүре береді. Ешқан болмаса мүмкіндік деген жетеді. Қазір Аллаға шүкір, мешіттеріміздің барлығында сауат ашу курстары бар. Одан қалай берсе интернет дамыған заман. Қазір Құдай қаласа біздің мысалы Құран тәжвид үйрететін приложениеміз тағы шығайын деп жатыр. Әрбір кәдімгі дуалингамен жарысатын приложение шығайын деп жатыр да мысалы да. Енді сондай мүмкіндіктер тұрғанда, ертең Алланың алдына барғанда әркімге сұрақ туады. Мына имам Ибн Жазари былай деп тұр. Мен Алла тапсырдым саған, міндеттедім, жүктедім. Құранды мәнерлеп нақышына келтіріп отыр. Не деп жауап беремін? Сен неге маған жасайтын құлшылығың? Сен мұсылман болдың ғой. Құранды мойындадың ғой. Қашқылуға повод жоқ. Повод жоқ, көрдіңіз бе? Ал енді тартилді бұл Құранды мәнерлеп оқу, тәжвидпен оқу осындай міндет болса, сол секілді жаңа Қайрекең айтқандай Құранды түсіну ол тағы да мынамен бірге жүретін міндет. Алла тағала жазғырады Құранда. Афала ятадаббарунал Құр'ана ам ала қулубин ақфалуха дейді. Құранды олар пікірлемей ме? Бұл Құранды түсірдік лияддаббару аятихи, аяттарын дұрыстап пікірлеу үшін, ұғыну үшін, түсіну үшін дейді. Сондықтан бұл Құран жай ғана мысал үшінге жаңағы бір құлшылық орнында, мешітте ғана, мысалы анау басқа кейбір діндердің сондай бір молитвалар бар ғой, тек қана жаңа әндетіп айтылатын литургия секілді, мысалы әндетіп, әуендетіп қояды, болды, басқа уақытта ешқандай оның рөлі болмайды. Ондай емес біздің кітап.
Біздің кітап, біздің Құранымыз, Алланың сөзі. Ма фарратна фил китаби мин шей дейді ғой. Бұл кітапта біз еш нәрсені қалдырған жоқпыз. Қайрың келтірді ғой, тибияна ли кулли шей. Әрбір нәрсені баяндады. Яғни әрбір өміріңе керекті қағиданы баяндады. Әрбір детальді емес енді, кім мысалы үшін қағидаттар ғой, қағидаттарды баяндап кеткен. Бұл жерде солай түсіну керек, біздің ғұламалардың бәрі солай түсіндіреді. Сондықтан Құранды мәнерлеп оқу мен оны ұғыну, түсіну екеуі бір-бірімен бірге жүру керек оғын. Екеуі мынау бірінші, мынау екінші деген, мынау артығырақ тұрады деген әңгіме жоқ, екеуі де міндет. Енді бұл жерде айта кету керек, енді түсіну деген кезде бүкіл аятты, каждый аят, каждый сөзі терең түсіну, енді мамандарға қалады шығар, бірақ жалпы халыққа негізгі мақсат мұраты бар да Құранның. Негізгі мақсаты, негізгі мұраты адамзатқа, соны түсінуіміз керек бірінші этапта. Әрине, сосын тағы да ары қарай тереңірек, өйткені Құранның мағынасы терең, аяттар көп, ғылым ғой өйткені. Сол үшін пайғамбардың да өзі Жибрилмен ана бар ғой, кана ажвадан нас, кана ажваду ма якуну фи рамадан, хина ялқау Жибрил хадисте, кана ятадарас деп келеді. Жибрилмен ятадарас, яғни дәріс деген ол оқуған емес, соны как сабақ секілді талқылайтын еді дейді да, мысалы Жибрилмен пайғамбарымыз. Өмірінің соңында әр Рамазанның кешінде өмірінің соңында 2 мәрте дейді тіпті. Демек, пайғамбарымыз Құранды толық Жибрилден түсініп, ұғынып, жаңағыдай талқылап алатын болып тұр ғой. Демек, ол ары қарай үмметіне де солай жеткізді. Демек, Құранды түсіну де маңызды, және түсінгеннен кейін соған сай амал ету де маңызды. Өйткені пайғамбар саллаллаху мінез құлқын сұрайды ғой Айша анамыздан, сахабалар. Кана хулуқул Құран дейді. Амал сәрекет Құран. Ол сәрекет қой, жүріс тұрыс. Сол үшін негізі құлық, бізде қылық дейміз. Адамның қылығы дейміз. Қылығы, құлықтан шығып тұр. Өйткені мінез құлық ол адам мен адамның арасында қарым-қатынаста көрініс береді. Бір қылығы бір түрлі екен дейді ғой. Демек, оның жүріс тұрысы және өмір салты бәрі Құран болып, тірі Құран деп тұр ғой. Сол үшін мен айтамын да, Ереке, қазіргі таңда дағуат негізі сөзден гөрі ад-дауа самита өтімді. Үнсіз дағуат. Білесіз бе? Үнсіз амал. Өйткені адамдар сенің сөзің емес, сенің жүріс тұрысыңа, ісіңе, әрекетіңе қарайды да, сөйтіп исламға келуі ықтималдылығы басым. Құрғақ сөзден гөрі. Оған мен мысал ретінде көбіне Малайзия, Индонезияны беремін. Кезінде Малайзия, Индонезияға дағуатшылар барған жоқ. Осыдан 700 жыл бұрын жерге саудагерлер барды. Ол пұтқа табынып жатқан қауым олардың ісін, саудадағы адалдығын, ғибадаттарына деген тұрақтылығын, тазалығын көріп иманға келді олар. Олар дағуатшылар барған жоқ қой, Йеменнен, Хадрамауттан. 98% Индонезия мұсылман. Иә. Қазір 284 миллион халық болса, соның почти 250 миллионнан астам мұсылманы бар. Сондықтан көрдіңіз бе, құрғақ сөзбен емес, іспенен, саудагерлермен бағасында экономиканы жақсы дамытып отыр ол. Сондықтан бұл жердегі Құран тек қана оқу, түсіну ол жақсы, плюс амал ету, Құранға сай жүріс тұрысымыз. Енді тырысамыз, мұсылман міндетті түрде Құранды басшылыққа алу керек қой. Ол амалға қатысты аятта Алла тағала айтады ғой. Ва юбашширул муъминина аллазина яъмалуна ссалихати анна лахум ажран кабира, бір аятта ажран хасана. Яғни ол момын мұсылмандарды сүйіншілейтін кітап. Амал еткен, ізгі амал. Ізгі амалсыз ол ешқандай. Машалла, түсінікті сөз. Бұл жерде Құранды оқуымыз, одан кейін оны түсінуіміз және амал етуіміз барлығы түсінікті болды. Енді бұл жерде Құранды жаттау ол қаншалықты өзекті. Бұрынғылар мысалы силсиланы сақтап қалу үшін жаттап еді. Қазіргі таңда бізде мұсхафтар барлығы бар. Енді жаттаудың маңыздылығын айтсаңыздар осы жерде. Жаттаған адам
мұсхаф, мен бұл сұраққа сәл таңғалып отырмын да. Мұсхаф ол Хазірет Османның уақытынан бар ғой. Қазіргідей, бірақ енді ол уақытта қазіргідей дамымаған шығар, бірақ сол уақытта мұсхаф бар. Сол заманнан бастап кәдімгі толық Құран жазылған кітап болды. Дұрыс, Әбу Бәкір радиаллаху анхудың уақытында жай ғана жиналған шығар, жазылған әртүрлі материалдар. Бірақ Хазірет Османның уақытынан, сахабалардың дәуірінен кітап келе жатыр. Сол мұсхафтың негізінде сақталып бар. Бірақ Құранды жаттау, Құранның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан ар жағы Жәбірейіл алейхиссалам, ар жағы Алла тағаладан бастап келе жатқан силсиланы сақтау, ол өзектілігін қияметке дейін жоймайды. Қияметке дейін сақталады. Себебі бізде Құранды жаттаған қаридің мәртебесі бөлек. Құранды жаттаған қариды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде көп деген өзінің сөздерінде дәрежесін, мәртебесін бөлек атап айтып өткен. Осы дәрежеге ұмтылған үмметтің кейбір мүшелері міндетті түрде оны жаттау. Әхлуллах деп айтып кеткен. Әхлуллахи ва хассатуху. Бір хадистерде Құранды жаттаған қариды пайғамбарлардың дәрежесімен бірдей болады дейді. Бір хадистерде Құранды жаттаған қаридің ата-анасына қиямет күні басынан тәж кигізеді дейді. Бір жерлерде Құранды жаттаған қаримен кімде-кім дос болса, ол менімен дос болғаны, кімде-кім дұшпан болса, ол менімен дұшпан болғаны. Ауыр. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның діні де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі де, бұл Алланың кітабы да қияметке дейін ол күшінде қалады. Демек, Құранды жаттау, сөйтіп Құранды жаттаған қарилардың өзінде шәкірттерін тәрбиелеп силсиланың жалғасу қияметке дейін ол өзектілігін жоймайды. Бұл қазір мысалы үшін қанша технология дамыды, қаншама мысалы үшін жаңағыдай программалар шығып кетсін, қаншама қосымшалар пайда болсын, немесе мысалы үшін Құранды жазып қойған неше түрлі мысалы үшін жаңағыдай бір жаңалықтар болсын, оның барлығы мынау Құранды жүректе сақтаудың орнын баса алмайды. Ол бұл мысалы тарау мұсылман үмметінің ерекшелігі ол. Ерекшелігі өйткені Құранға анықтама берген кезде махфузун фис судур деп келеді. Ол былай. Құран Алла тағала ерекшелік қызық жері мынадай. Құранды қай кітапты көрдің? Заликал китабу ла райба фих деп бастаған. Ешбір адам, ешбір кітап олай басталмаған. Бұл кітапта күмән жоқ деп. Бірақ көбісі ойлайды, мен оны былай түсіндірем. Бұда неде күмән жоқ, білесің ба? Бұның жету жолында күмән жоқ, бірінші очередь. Неге жету жолында күмән жоқ? Алла тағала Құранды мәсаған деп жазбаша мұсхафтармен сақтап қойды. Және жетеледі сол негізінде. Кітап таратылып, миллиондағы, миллиардтаған адамға кітап жоқ. Плюс жадыларда жаттатып қойыпты. Мыңдаған сахабадан, 100 мыңдаған табиин, 100 мыңдаған әтба. Бұл мутаватырдың мутаватыры бұл. Білесің ба? Мутаватыр бір 20-30-100 адам жарар еді. Алла тағала 100 мыңдаған. Қазір жер бетінде миллиондаған қари бар. Миллиондаған. Мысалы. Ол әр поколениеде болды сосын. Миллиондаған. Енді бұлай логикалық, ғылыми тұрғыдан келсек, бұған діни тұрғыдан емес, ғылыми тұрғыдан әңгіме айта алмайсың. Өйткені жалғандыққа келісіп алу мүмкін емес топ қой. Топ. Әр кезеңде. Яғни бұлай не Тәурат, не Інжілде жаттаған бар ма қазір христиан әлемінде? Ондай миллиондаған адам. Сөзіңіз аузыңызда қайреке бір оқиғаны айтайын. Осыдан 20-30 жыл бұрын болып жатқан оқиға. Исламабадта Құран жарысы өткізбекші болады. Толық Құранды жатқа білетін қарилардың арасында. Шарт бір қалада жай ғана. Шарт толық Құран жаттаған болу керек, және жасы 10-нан аспаған болу керек. Осындай шартпен бір қалада 600-ден астам жарысқа қатысуға балалардан өтініш түскен ғой, 600-ден астам.
әшейін онға дейінгі балалар. Пакистанда араб ел емес. Не, арабша сөйлемейтін елде. Енді ар жағын қоя бер, оннан 30, 40, 50-ге дейінгі қариларды оны санамай қояйық мысалы. Көрдіңіз бе? Мысалы Ливияда біз болдық енді, оқыдық. Сонда бір қала, Зелит деген облыс орталығы, 99% Құран жаттаған қала тұрғыны. Оларда бұл атадан келе жатқан не екен, салт екен. Құран жаттау міндет. Көше сыпырдатқан қари, шопыр, таксист, қари. Оларда бір салт солай. Өздеріне былай ғұрып қылып тастаған ғой. Міндетті түрде бала Құран жаттау керек толық үйінде. Сөйтіп жатады. Солай неге айналып кеткен? Әдетке айналған екен. Силсиланың тағы бір мысалын қоса кетейін. Силсиланың сақталуы ол демек, мен жаңа айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай қабылдап алды, сол үлгінің сақталуы деген сөз. Ал бұл силсилада Қайрекен ғылыми тұрғыдан да ешқандай не айта алмайсың деді ғой. Силсилада әрбір жаңа қари бар ғой, жеткізген, өзінің шәкіртіне берген. Сол қаридің өмір баяны, олардың бүкіл тарихы, олардың қандай адам болғаны, қаншалық шәкірт тәрбиелегені, қаншалық кімнен сабақ алды, замандастары ол туралы қандай пікірде болды, соның барлығы баяндалған біздің. Әрине. Таражум рижал деген. Табақатул Құра дейді. Табақат, таражум, рижал кітаптары 100 мыңдаған кітап жазылған тарихта. Өте көп. Бұл былай ғой, ислам өзі деректерге негізделеді. Құран 1400 жыл пайғамбар, хадистерде ғасырлар өтіп кеткен. Енді жету жолдарын міндетті түрде жеткізушілерді зерттей отырып, тізбекті сақтау, бұл ислам үмметінің, ислам өркениетінің үлкен ғылыми негізі бұл. Басқа негіз жоқ. Өйткені тарихи деректі сен көзбен көре алмайсың. Лабораторияда қолға құйып анықтай алмайсың. Оған жатпайды. Бір ғана жолы бар, ол тізбек. Тізбек және тізбек. Басқа жолы жоқ. Бұл тек діни тұрғыдан емес, кез келген тарихи дүниенің дұрыс-бұрыстығын, қаншалықты дұрыс екендігін анықтаудың бірден бір жолы тізбек. Басқа жолы жоқ. Көрсе алмайсың, ғылыми тұрғыдан да солай. Сондықтан бізге мысалға христиандардың мысалға, енді чисто мен мұсылман ретінде бір дінді табалау емес, былай істейік. Иса алейхиссалам, мысалы, інжіл түсті ма? Қазіргі Библия деп алайық. Старый, Новый Завет, Библия. Қазіргі христиан әлемі. Мысалға Матайдың жазбасы. Матайдан естіген адамнан кітап халіне түскенге дейінгі тізбек бар ма? Әлсіз болса да тізбек көрсете аласың ба? Немесе Жохан, ат Иоаннадан естіген адамнан бір тізбек бар ма? Шәз болса да, Ахат болса да. Қиналып. Ат Луки бар ма мысалға? Жоқ, басқа жолы жоқ қой. Мен Луқаны барып кездесе алмаймын. Немесе Луқаның қолмен жазған түп нұсқа оригинал Библия жоқ. Енді бізге тізбек керек. Мына кейінгі табылған інжіл, хатқа түскен інжілге дейінгі тізбек керек. Бізде хадис, бізде не только Құран, бүкіл хадистер сол ғылыми негізбен бәрі тізбектеліп, тізбектері 100% емес, 200% зерттеліп, талданып, әрбір жеткізушінің бүкіл рентгеннен емес, компьютерден, томографиядан өткізіп тастаған ғой ғалымдар. Хадистің өзі, Қайреке, Бұхаримен, мысалы үшін Бұхаридің сахихы, Бұхаримен бітпейді ғой. Ары қарата тізбек ижазалар келе жатыр ғой. Бұхариге дейін жалғасатын хадистердің негізі Бұхаридің оригинал нұсқасы бар, сол жеткілікті негізінде. Тізбек жалғасып келе жатыр. Бірақ ислам мә саған деп тұр ғой. Мә керек болса тағы тізбекпен. Бұхариге керек па, Күтуб Тисасы керек па, бәрі бар. Мысалы ана Мавритания дейтін елі бар. Марокконың астында. Сол жақта елдері бар кәдімгі. Тек жаттайды. Күтубы Тисаны жаттап тастаған. Кішкентай балалар бүкіл Құран, Күтубы Тиса плюс ғалымдардың кітаптары бар ғой. Соның бәрін жаттата береді. Кәдімгі маусуаларды, жаңағы маажимдерді жаттап тастаған ғой. Ол ауылдарда телефон жоқ шығар. Телефон жоқ. Смартфон болса жаттай алмайды. Смартфон деген. Жаттап тастаған. Тек жаттайтын сондай бір ел бар, ол Мавританияда. Мұсылман елі ғой. Тек жаттай береді. Сондай олар традиция. Бүкіл Құран емес,
бүкіл хадис кітаптарын плюс өздерінің негізгі фиқ кітаптарын, кейбіреулер тіпті кетіп қалған ана мағажимдерге шейін жаттап тастаған ғой. Бірақ көбіне бұл функцияны атқартатын үйіндегі отқан аналар екен, балаларны жатады екен. Енді әкелер көбіне нәпақа тауып жүреді. әкең функциясы белгілі ғой енді. Ондай бар. Құранда ең соңғы мәселені қоса кетейін. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жалғасып келе жатқан сүннет бар. Тарауихта Құранды толығымен хатым етіп оқу Рамазан айында. Оған әсіресе біздің мынау елдің жамағаты, атап айтқанда Алматының жамағаты оған үйреніп алды. Хатыммен оқылып жатқан мешіттерге тарауыққа бастан аяқ қатысады. Ана Құранды мен тыңдайын бастан аяқ деп. Бұл қияметке дейін жалғасатын сүннет. Ал қари болмай қалса, Құранды жаттаған хафиз болмай қалса, бұл сүннет өледі. Сондықтан хафизсіз, қарисіз бұл сүннеттің де іске асуы мүмкін емес. Енді осы орайда Еркін Бек сізге сұрақ, жалпы қазіргі таңда мысалы қариялардың саны қаншалықты артуда? Осы салада қазір. Менің ойымша бізде қарилардың саны жыл сайын артып келе жатыр. Құран жаттауға қызығушылық жыл сайын күшейген үстіне күшейіп келе жатыр. Аллаға шүкір. Қажет болатын болса, жай ғана Құран жаттау емес, ижазаға оқу деген, жаңа силсилаға, сәнәтті алуға оқудың оның өзінің шарттары бар. Ол шарттар қатаң түрде сақталу керек. Ол толығымен әрбір әрекетті, әрбір сөзді, әрбір әріпті дұрыс дыбыстап, дұрыс оқып, тапсырып шығу керек. Одан кейін барып сол сәнәтті ижазаны алады. Сонымен оның Құран оқу үлгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оқыған үлгісіне сай екендігін сонымен дәлелденеді. Сонымен расталады. Қажет болса, тек қана Құран жаттау емес, осыған да қызығушылық қазір қарилардың ішінде артып келе жатыр. Мен мысалы бірнеше шәкіртті өзім әйтеуір уақыт тауып арасында оқытып жүрмін қазір. Нұр-Мүбаракта қарилар бар. Бұдан бір 10 жыл бұрын онша көп ондай бізде талпыныс жоқ еді. Сосын Алматы қаласының өзінде мешіттердің жанында қазір Құран жаттататын бірнеше орталықтар бар. Баяғыда біреу екеу ғана болатын болса, қазір 5-6, 7-8-і бар. Мешіттердің жанында 10 шәкірт болсын, 20 шәкірт болсын, арнайы жаңағы медресе секілді орындарды ашып, Құран жаттатып, солай қарилар тәрбиелеп жатқан жағдай бар. Одан бізде 18-ші жылдан бері Құран жарыс біздің муфтияттың тарапынан әр жыл сайын өткізіліп жатыр. Құран жарыс жоғары деңгейде шарт ережелері бекітілген, сыйлықтары қомақты, және өте қатаң түрде бүкіл шарттар сақталатын, тікелей эфирге шығарылатын, ешқандай ол жерде бір жаңағы бармақ басты, көз қысты деген әңгіме болмайтын, сондай Құран жарыс өтіп жатыр. Оған жыл сайын. Оған арнайы іріктеу жарыстар өтеді бүкіл облыстарда алдын ала. Биыл енді күзде ол жарыс жоспарланып отыр. Бұл жарыста мынау біздің жастардың, біздің шәкірттердің Құран жаттауға деген қызығушылығын арттыруға, оларды Құран жаттауға көбірек қызықтыруға өзінің қызметін атқарып жатыр. Өзінің әсерін беріп жатыр. Сондықтан Құран жаттауға қызығу, Құран жаттаған біздің қариларымыз, мен қазір риза боламын. Мысалы мынау кеше Павлодарда бірінші орын алған Әбілқайыр деген шәкірт бар, Нұр-Мүбарактың шәкірті, қари жігіт. Осы Нұр-Мүбарак мешітінде хатым өтті, менде қазір оқып жатыр. Әлібек деген қари жігіт бар. Ол да Нұр-Мүбарактың біздің шәкірт. Ана шәкірттердің Құрандары өте пысық. Біз қазір оларға қараймыз да, кішкене қартайғанымызды, кішкене былай модтан қалып баратқанымызды сеземіз. Өзіңнен кейінгіні көріп қартаясың дейді ғой. Былай ғана Майк Тайсон секілді болып келе жатқанымызды сеземіз де. Мықтылар шығып жатыр, Құдайға шүкір, жастардан. Өте пысық, жақсы оқитын, ықыласы, ақылақы, талабы, еңбекқорлығы өте бір сондай бір келіскен шәкірттер жылдан жылға көбейіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Бұның барлығы бір жақсылықтың нышаны деп ойлаймын.
Енді келесі Қайрат ұстаз, сізге сұрақ. Жалпы Құран ілімдері бар, иә, улумул Құран. Оған қатысты өзіңіздің кітабыңыз бар, Құран ілімдеріне кіріспе. Енді жалпы Құранмен жаңағыдай мәмілесін бастаймын деген адам, Құранмен қарым-қатынасын жақсартамын деген адам, бірінші ол Құранды оқып бастау керек па, немесе Құран ілімдерінен бастап оқу керек па? Құран ілімдері бастау дегенде, Құран ілім енді де-факто қарайық та, біз қазір реальностьта біздің күнімізде Құран оқып үйреніп бастап жүргендер Құран ілімдерімен бастамайды. Ол ілімдер кейінгі этапқа қалады. Сол үшін біз енді қазіргі мұғалім сәнінен бастайды ғой. Иә, қазір немізден кетпей қояйық. Қазіргі тәжірибемізде Құран ілімдерін ешкім оқып жатқан жоқ. Ол как содан кейін ары қарай Құранды тағы да тереңірек тану үшін, немесе оны сол салада мамандану үшін, шәкірт, студент деген секілді. Сол үшін демек тәжірибеге қарасақ, Құран ілімдерін бірінші үйрену, білу шарт емес Құран оқитын адамға. Бірақ енді танымдық деңгейде білем десе, Құранның түсуі, жинақталуы, Құран қандай ілімдерді қамтиды деген секілді. Сол үшін Құран оқитын адамға енді Құран ілімдерін білу міндетті емес. Бірінші кезекте Құранның әліппесін, оның әрбір әрпінің дұрыс шығарылуын сөйтіп үйренсе, бірінші кезекте сол. Қайреке, сөзіңізге қосымша айтып кетейін. Мынау тәжвид ілімі бар ғой, Құран ілімдерінің бір тақырыбы. Иә, енді бірінші этапта ол бәрібір тәжвидтен Құран ілімдерінің бір тақырыбы. Иә, бірақ бәрібір Құран үйренетін адам тәжвидтен де бастамайды да ол. Ол бірінші әріптерді жаттайды. Сосын оның қосып үйренеді, сөйтіп әріптерді қосып сөздерді оқып бастағаннан кейін барып тәжвидке өтеді. Оны Құран ілімдері деп те қарамайды да, Құран үйренудің бірге бір жолдар деп біледі. Жалпы Құран ілімдері көбінеки ол Құранды түсініп және содан үкім шығаруда соған көп септігін тигізетін ілімдер ғой. Мысалы асбабун нузул. Сен Құрандың аяты нені меңзеп тұр және бұдан қандай шариғи, құқықтық немесе теологиялық үкім алынады. Сол кезде міндетті түрде білу керексің. Мысалы Құран түсу себебін. Оқу үшін емес, ол түсіну үшін керек ілімдер. Түсіну үшін өте маңызды. Ал оқуға енді бірінші этапта біз адамдарға қиындық туындатпауымыз керек. Оқып үйренсін, тіпті тәжвидті де жеңілдетіп жатқанымыз сол ғой, енді адамдар қашып кетпесін деп. Бірақ енді адамдар дегенде бұл жерде деңгейге қарай үкім өзгеру керек. Жалпы халық бар. 80-ге 70-ге келген апа Құран үйреніп жатыр. Оған қойылатын талаппен дін маманының ішінде сол діннің жауапты адамдары бар. Оларға басқаша талап қойылады. Көрдіңіз бе? Бәріне бірдей талап қойылмайды ол. Біреулерге тіпті ол абзал емес, уәжіп, парыз болуы мүмкін. Кейбір тұлғаларға Құранды қатесіз оқу, немесе тәжвидпен оқу. Кейбір адамдарға Алла білуші ғой. Хазірет Али айтады, әл-тәжвид дейді. Хуа махариджул хуруф ва ма'рифатул уқуф дейді. Сондықтан әріптердің дұрыс дыбысталуын үйреніп бастау ол тәжвидтің алғашқы есігі. Алғашқы баспалдағы тәжвидтің. Бір проблемасы просто араб тілінің бір ерекшелігі бар да, кейбір әріптерді сен мысалға синнің өзі сә, син, шат деп бөлінеді ғой, мысалы. Зәл әрпі. Ұқсайды да бір-бірін. Егер орындар ауысса мағына өзгереді. Сайф деген секілді әңгімелер ғой бұл жерде. Мысалы, халақа бар, халақа бар. Иә. Көрдің бе? Халақа, Аллаху халақа самавати вал арда деген аятты мысал үшін сен халақа самавати вал арда деп оқитын болсаң, мағына мүлдем өзгеріп кетеді. Қалай? Бірінші нұсқада сен аспандар мен жерді Алла Тағала жаратты болады. Екіншіде егер қате оқытпасаң оны, х емес х-ға оқып жіберетін болсаң, Алла Тағала аспандар мен жердің шашын алды деген мағына шығып болады. Мүлдем өзгеріп кетеді. Сол сияқты ғой. Бір ғана дейсіз бәрі. Енді осылайша сіз осы тұрғыдан адам Құран оқып адасып кетуі мүмкін ба? Яғни Құранның аудармасын оқып.
Енді былай, харижиттер дейтін топ болды тарихта. Иә, имам Малик радиаллаху анху былай дейді: ибтағау ал-ибадата ва адау ал-илм. Көрдіңіз ба? Бұл қауымды ғибадатқа қатты ден қойды. Сосын басқа хадисте олардың оқыған Құранын көрсең сен оларсың түк Құран оқымайтын адам сияқты болып қаласың деп тіпті Әбу Бәкірге айтып отыр. Олар Құран оқыған кезде, құлшылық қылған кезде сен өзіңді түк құлшылық қылмайсың, Құран оқымайтын адамдай сезініп қалатын едің дейді. Бірақ олар харижиттерді білесіңдер, көп хадистерде адасқан топ ретінде санайды. Көрдіңіз ба? Сосын айтады олар, Құран мыналардан өтпей қалды дейді. Сосын жаңағы имам Малик айтады: ва адау ал-илма валау ибтағау ал-илма ла хажазахум ан залик. Оларды сол өткені бұл жерде айтады, олар Мұхаммадтың үмметіне харажу аля уммати Мұхаммадин би асияфихим, қылыштарын көтеріп Мұхаммадтың үмметіне аш. Али радиаллаху анху кім өлтірді? Али деген манақибы, қадір қасиеті өте көп келген сахаба. Соны өлтіріп тұр. Бұлар былай қарасаң намаз оқитын, Құран оқитын адамдар ғой. Бірақ көрдіңіз бе, бұлар дұрыс оқымады. Өйткені қараңыз, иқра деп Құран бірінші аяты иқра түсті ғой. Оқы деп түсті. Ең соңғы аяты не? Сәждемен аяқталады. Демек бірінші сенің сәждең дұрыс болу үшін, құлшылығың дұрыс болу үшін сен оқу керексің. Білім керек. Сауатсыз фә'ләм аннаху ла илаха илlallah. Таухидың де дұрыс болмайды. Таухидпен де адасуы мүмкін сен. Адамдарды ширкке шығарып бар ғой, таухидті бөліп сап. Бірақ бірінші фә'ләм. Таухидтен алдын алып тұр. Білім тұр. Біл, ол Алла жалғыз. Оқы, құлшылығың дұрыс болады. Сондықтан Құран, әрине Құранды қате түсіну, Құранды дұрыс түсінбеу. Өйткені мынадай бір хадис бар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сахабалар худул илма хатта ядхаб дейді. Ілімді кетпей тұрып алып қалыңдар дейді. Сахаба айтады: "Я Алла, бізде Құран тұр ғой. Құран тұр ғой. Қалай біз ілім кетеді? Құран сақталады ғой, болдық енді." Пайғамбар ашуланды. Кітап ол әхл китапта да болған дейді. Зихабул илм, зихабул хамалату, яғни оны ғалымдардың кетуіменен ғылым кетеді дейді. Құран тұр, бірақ бәрі адасасын деп тұр. Ғалымдар болмаса. Өйткені екінші ана Бұхариде келетін сахих хадис бар ғой. Инналлаха яқбиду ла яқбиду илма интизаан янтазиуху минал ибад деп келеді ғой. Бала ілімді жұлып алып қоймай сен деді. Биқабдил улама яқбидул илма биқабдил улама. Көрдіңіз ба? Ғалымдар, сенде Құран тұр, күтүбі ситтан сақталады, бірақ сен бәрібір адасасың дейді. Даллу адаллу. Неге? Өйткені ғалымдар жоқ. Ғалым дегенде де әхлі сүнна ғалымдарын біз басшылыққа алып Құранды солар арқылы түсінбесек, бір үлкен кісіден сұрайды ғой. Пайғамбарымыздың хадисі бар, имам Маликтің айтқаны бар. Қайсысын аласың десе? Жоқ, пайғамбардың хадисін имам Малик түсіндірген дейді, имам Малик. Соны аласың ба? Әлде хадистен өзің аласың ба? Жоқ, мен имам Маликті аламын. Мен саған хадисті айтып тұрмын ғой десе. Жоқ, мен хадисті өзімнің таяз түсінігіммен хадистен түсінуден қорқам. Имам Маликтің түсіндіргенімен алсам, мен адаспаймын дейді. Жаңағы қазірде бар ғой, суннама мазхаб Абу Ханифа дейді ғой мысалы. Мен суннаны, пайғамбар хадисін немесе кейбір Құран аятын мен түсіне алмаймын. Өйткені менде оны түсінетіндей қабілет, мүмкіндік, деңгей болмауы мүмкін. Ар жақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманына жақынырақ сол саланың майталман мамандарына жүгіну, солар арқылы Құранды түсінсек біз адаспаймыз. Хадис бар ғой. Мен қала фил Құр'ани шай'ан бирайихи фәлиятабауа мақадаху минан нар. Осы мағынада. Мағынасын. Кім Құранға қатысты жай ғана өзінің ойынан бір нәрсені айтатын болса дейді, онда тозақтан өзінің орнын дайындай берсін. Демек ол адасады деп. Сол үшін Құран адастыруы да мүмкін, егер
дұрыс ғалымдардың, әхлі сүнна имамдарының түсіндірмелерін алмасақ, тәпсірлерін. Ал егер кейбір Құранды әртүрлі топтарда тәпсірлеген тарихта. Шииттік тәпсірлер де бар. Мысалға, біздің тәпсірлер белгілі ғой, имам Табаридің, имам Ибн Кафирдің, имам Әл-Құртубидің. Проблема бізде мынау бар да, жаңағы кейбір адамдар ешбір тәпсір емес, өздері Құраннан алып алады да мағына шығарып. Жаңағы неге байланысты? Ол хадис айтып тұр ғой. Мен айтар едім, сенікі дұрыс болса да дұрыс емес. Өйткені сен Құраннан тікелей үкім ғой бұл жерде. Шығаратын сенде құқық берілмеген ғой. Литубаййина линнаси ма нуззила илейхим. Сондықтан адасу ықтималдығы бар. Ва ма я'ламу ta'wиlahu илля Аллаху ва-рассихуна фил илм. Содан кейін мынадай нәрсе бар. Яғни оның тәуилін Алламен және білімді терең меңгерген солар біледі. Ғалымдар. Сосын мынадай нәрсе бар. Көбіне бізде аудармаға жүгінеді да. Негізі Құран аударылмайды. Құран сен аударылмайсың. Өйткені Алланың кәламын абсолют қой енді Алла. Сен шектеулі ақыл, шектеулі мүмкіндіктер берілген адам Алланы 100% аударылмайсың. Мүмкін емес, Құран аударылмайды. Аударылып жатыр деген нәрселер бәрі қазақша мағынасы, немесе қай тіл болса сол тілдегі қысқаша мағынасы мен түсінігі. Демек, ол қазақ тіліндегі оның ішінде сол аударып отырған Халифа Алтай хазіреттері болса, Халифа Алтайдың Құраннан түсінгені. Өйткені кейбір аяттарды сен мүмкін дұрыс бере алған жоқсың. Оны кейін басқаша айтады. Сондықтан Құранның аудармасы жоқ, аударылмайды. Аударма деп жүргендеріміз ол қысқаша мағынасы түсінігі. Сен содан бір нәрсе алатын болсаң, кейбір үкім, ақидаға қатысты, фиққа қатысты, сен қателесуің мүмкін. Ол мамандарына жүгіну керексің. Өйткені кейбір сөздердің тіпті кейбір әріптер бар Құранда. Енді хуруфул маани дейді оны. Сол мағына беретін әріптер бар. Кейбір септеулік, жалғаулық, шылаулар бар. Олардың сен мағынасын бере алмайсың кейде қазақ тілінде. Оның бірнеше мағыналар бар. Сондықтан Құранның қызық жері Алла Тағала сол арабтардың сөйлеп жүрген тілінде түсірді, бірақ сөйлеп жүрген тілі. Бірақ бұның бір мұғжизалығы оның стилистикасында ғой. Сөздерді өзінің орнына қою. Көрдіңіз ба? Тап солай әр сөзді былай орнына қойған кезде бір керемет үйлесімділік, керемет бір стилистика шығады да. Адамдар сол сөзді қолданып жүр, шайырлар, арабтар. Бірақ солай орнына қоя алмайды да олар. Көрдіңіз ба? Мына сөзді мынадан кейін, мына сөзді мынадан кейін. Олар солай қоя алмай тұр да. Ал бұл жерде қаншама вариант, миллион вариант бар да өйткені. Көрдіңіз ба? Тап сол сөз. Бірақ енді бар кейбір Құранның бір ерекшелігі бүкіл араб тайпаларының сөзін қолданған ғой. Ибн Аббастың өзі факихат, жаңа нені фатыр самауатта фатыра сөзін білмей қалған ма? Кейін барып түсінген ана екі араб бәдәуи суға таласып жатқан. Омардың өзі факихата уа әбба деген сөзді түсінбей қалған. Әбба деген не мағына дейді мысалы. Өйткені басқа олардың несі емес, басқа араб тайпаларында қолданыстағы сөздерді қолданғанда араб. Яғни бір ерекшелігі сол керемет Құран. Енді кереметтілігінің өзі 1400 жыл болды. Дін дұшпандары, небір кезеңдегі дұшпандар болды. Ешқайсысы Құранға әңгіме айта алмады. Құранға қаншама қарсылық жазды, мусташригі бар басты жаңағы. Алла өзі сақтап қойды. Мынау аят бар ғой. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Bir ayatта لا تقتلوا أولادكم من إملاق дейді. Бірінші аят айтыпты. Сендер балаларыңды кедейліктен қорқып өлтіріп жүрмеңдер дейді. Екінші аятта кедейліктің кесірінен өлтіріп жүрмеңдер дейді. Енді бірінші аятта ол әшінше кедейліктен қорқып тұр. Ол өз кедейлік пен сыналып тұрған ата ана емес. Екіншіде кедейлікпен сыналып тұрған. Сондықтан бірінші аяттан нені жалғастырады? Нахну нарузуқухум ва иякум дейді. Кедейліктен әшейін қорқып тұрған, сыналып тұрған адам туралы айтқан кезде біз ол балаларыңа рызықты береміз, сендерге де рызықты береміз дейді. Ал кедейлікпен сыналып тұрғандарға қатысты келген уақытта ол жерде
балаларды айтпайды бірінші, нахну нарзуқукум, бір сендерге рызық береміз. Сосын оларға ва ияхум дейді. Сондықтан осындай Қайрекең айтып отыр, әрбір сөз орнында деп. Әрбір нәрсенің өзінің орны бар да. ерекше. Мысалы, анау ұрлықшының уәссариқу фақтау айдияхума жазан бима кәсіба накәлә миналла дейді ғой. Сол жерге басқа бір сөзді айтып жібергенде бір қарапайым кемпір тыңдап тұрған ғой жаңа. Басқа бір Алла тағаланың басқа есімін қойып жіберген, тура сол аяттағы емес. Біреу оқып қателескен ғой. Тоқтатқан ғой. Кемпір Құран жаттаған адам емес. Бірақ мынандай үкімнен кейін, яғни ол ұрлықшы еркектің, ұрлықшы әйелдің жаза ретінде олардың қолдарын кесіңдер деген үкімнен кейін, мына жерде мына Алланың сипат тұруы мүмкін емес. Дұрыстап қараш дегенде, валлаху азизун хаким деген аят тұрды ол жерде. Алланың сол сипат тұрды, Алла тағала азиз және даналықтың иесі деген. Яғни күшті және даналықтың иесі. Әрбір нәрсені, әрбір үкімді Алла тағала бергенде, оны даналықпен бекіткен деген. Сондай дүниелер ғой. Кәдімгі әрбір аят, әрбір сөз, әрбір Алла тағаланың сипаты өзінің орнында да. Енді былай ғой, бүкіл ағаштар қалам болып, теңіздер сия болса да, Құранның мағынасын тауыса алмайсың ғой. Өйткені шын мәнісінде 14 жылдан бері әр сала Құраннан өзінің үлесін алып келе жатыр. Ана ғалым анаусын айтады, мына сала география өзінікін айтады, астрономия өзінікін, биология, бәрі Құраннан алып жатыр. Бітпейді. Әрі қарай әлі көп ғылым әлі ашады, иншалла. Даже өйткені ана Сүлейман алейхиссаламның Балқисты алдыруы деген әлі оған ғылым жеткен жоқ оған. Қасқағым сәтте 2 айлық жолдан адамды алып келу, ғылым әлі оған жеткен жоқпыз. Мысалы. Жақсы. Енді осы орайда құрметті көрермендер, жалпы Ағарту академиясының командасы осы ұстаздарымызбен бірге 7-8 ай бұрын жасалған бір жобамен таныстыра кетсек, біз жеңіл методикамен, ұялы телефонмен орындайтын мобильді қосымша ойлап тапқан болатынбыз. Соның жұмыстары жүріп жатыр. Енді бұл мобильді қосымша сіздерге жол тартуына сәл қалғанын қуана хабарлаймыз. Егер де осындай мекеммен уақытты талғамай, сондай мобильді қосымшада жеңіл методикамен Құранды үйренем десеңіз, онда біздің Ағарту академиямыздың Instagram парақшасына өтіп, дайректте Құран сөзін қалдырып кетіңіздер. Енді ұстаз, уақытымызда болып қалған екен. Осылайша соңғы сұрағымыз, өзіңіз білетініңіздей, қазір біз Құранды үйрететін сондай мобильді қосымшаны жасап жатырмыз. Енді Құранда аят бар ғой, ла яштаруна би аятиллахи саманан қалила. Яғни олар Алла тағаланың аяттарын, яғни арзан бағада сатпайды, бір болмашы нәрсеге айырбастамайды деген. Сол сияқты осы Құранды оқығаны үшін ақы алудың, яғни Құранды осындай платформа ретінде адамдарға бір ақыға сатуға бола ма, болмай ма, осы тұрғыда айтсаңыз. Құранды жүрген кісілер біледі, имамдар жақсы айтады. Көмексіз айтыңыз енді. Менен бұрын доктор болғансыз. Алғашқы исламтанушы докторсыз. Бұл жерде мынандай мәселе. Жалпы ол шариғатта тыйым салынған. Бұған қатысты енді тарихи классикалық кітаптардан қарасаң, ғалымдардың көзқарастары бар, оны тыйым салғандар, рұқсат бергендер, бірақ енді біз енді алысқа бармаймыз. Қазіргі заманда бұл жерде біз Құранды сату емес, Құранға қызмет жатыр. Көрдіңіз ба? Бұл жерде кейде дін істері деген нәрсе бар ғой. Дінде проблема жоқ, діннің істерінде проблема бар да. Дінмен айналысып жатқан адамдарда. Сол үшін Құран сату емес, бұл жерде сол приложение жасайтын, соны ұсынатын, соған атсалысатын, соның IT, оның көрінбейтін жағы бар, көрінетін жағы бар, соны қолдап, жүргізіп, сапалы түрде, соны халыққа ыңғайлы, қолайлы қылып ұсынатын мамандар отырады. Көрдіңіз ба? Солардың қызметі бар. Бірінші кезекте сол қызметіне. Екінші мәселе, біз енді тәжірибеден көріп жүрміз, жалпы тегін дүниенің қадірі болмайды.
Адам егер өзінен бір нәрсе шығарып соған қатысатын болса, соған салыстырмалы түрде мән береді, көңіл бөледі. Өйткені өзінен шықты ғой бір нәрсе. Сондықтан бұл жерде Алланың аяттарын сатпаңдар деген нәрсе бұл тікелей мағынасында емес, бұл жерге тікелей қатысы жоқ. Сосын жалпы былай ғой, мысалға қазір Құран үйренушілер кез келген мешітке барса, имамдар тегін үйретеді. Мысалға Құран үйренем деген адамға бір имамдар отырып алып сата бермейді, өздерінің уақытын арнайды, жүйкесін арнайды, сөйтіп үйретеді. Мысалға сен ағылшынша не курстарға ақша төлеп барып жүрсің ғой, бірақ именно Құран үйренем деген, Құран жаттаймын деген адамға мешіттерде ешбір имам ақы алмайды. Мысалы ешбір имамның ана жерде мына Құран үшін осынша ақша деп ондай ставкалар жазылып тұрған жоқ, ешқашан көргенім жоқ. Сондықтан ешкім ақы алып жатқан жоқ. А егер бұл мобильді қосымшалар, бұл үлкен жұмыс жатыр. Ол жерде целый команда жұмыс жасайды. Қайреке, ана сабақ беріп жатқан ұстаз қарилардың еще уақыты бар, олардың да қаншама мысалы үшін маңдай тері бар. Құран сату емес қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ол командамен бірге оларды. Пайғамбар саллаллаху алейхи Бәдірде тұтқынға түскен мүшриктерге сол балаларға үйрету, сол арқылы босату, ол жерде ақы мәселесі бар. Яғни қарсылығында үйретесің, бірақ сосын босайсың. Яғни оған да дәлелдер бар жалпы. Бұл жердегі мәселе ниет қой. Содан бір адамдар қанау, содан бір бай пайда табу емес. Бұл жерде көп адамдар қызмет етеді. Негізі кез келген діни қосымшаларда көбіне ондай бір ағылшын тілін үйрету секілді ондай үлкен бағаларда қойылмайды көп жағдайда. Бірақ мен тағы да айта кетемін, оның айлар бойы дайындауда көп шығыны бар. Қаншама IT команда жұмыс жасайды ол жерде. Ол жерде қаншама дизайнерлер жұмыс жасайды. Ол жерде қаншама ұстаздардың уақыты бар. Ол жерде кейбір нәрсе техникалық ақаулар болады. Ол қайтадан түсіресің. Ол жұмыс. Яғни сен Құранды емес, сол жұмысыңды сатасың. Еңбегіңді сатасың. Адал еңбегіңді. Иншалла. Енді бұл жерде имамның, азаншының қаншалықты тұрақты бекітілген айлық алуына болады деген әңгімеге ұқсас қой бұл. Оған қатысты біздің ғұламалардың барлығының берген үкімі, пәтуасы белгілі. Егер де айлық бекітілмесе, азаншыға, имамға, мешітте тұрақты түрде намаз өткізетін, тұрақты түрде жаңағы Құран үйрететін, тұрақты түрде күнделікті 5 уақытқа азан айтатын, онда ана қызмет тұрақты болмайды. Ол әрбір азаншының, әрбір имамның бала шағасы бар. Яғни ол өзіне азан айтқаны үшін, немесе намаз оқып бергені үшін, Құран үйреткені үшін емес, ғұламалар ол сол жерде тұрақты түрде отырып, жүйелі түрде отырып, қызмет жасап, және уақытын арнаған үшін дейді. Уақыт деген қаншалықты қымбат екенін біз білеміз. Қазір әсіресе мына заманда ешкімде уақыт жоқ. Уақытын жеткізе алмай жүрген бір адам. Енді қоғам солай өзі мына қоғамда қалыптасып қалған салт, дәстүр, ғұрып деген нәрсе болады. Енді ғұрыпқа сай енді солай бекітілген. Енді басқа қоғамда, бір араб елінде олай емес шығар. Біздің қоғамда, ғұрыпта сол мешітке жауапты имамы, тағы қызметкерлер болады. Жауапты, ол как өзінің профессия, ол как мамандығы, соның сол жерде ол маман, былайша айтқанда. Сосын ол маман, ол жеңіл мамандық емес ол. Біріншіден имамдар өлім жітімде жүреді. Ол психологиялық адамға ауыр. Мен бір подкаст айтқам, негізі психологиялық төлеу керек деп. Экологиялық төлейді ғой сол сияқты. Ущерб. Ол өлім жітімде жүру, ол адамға психикасына әсер етеді. Жылап, сықтап жатады. Сол жерде анау немен ауырып өлді, Құдай білсін. Оның денесін жуу, өлген адамды көру, ұстау, ол ауыр нәрсе. Ол негізі нормально ставка қою керек оған. Психикасы слабый болса шыдай алмайды. Жоқ, ол ертең түсіне береді. Ол бір авариядан бір сондай зақымданған денелерді көресің сен. Ол өте қиын нәрсе негізі. Ол бір мәрте емес қой сосын.
ол деген имамдар күнделікті жиі кездесіп тұрады, ол жаназа деген нәрсе. Ол жерде болу, ол жердің аурасында жүру адамға ауыр келеді. Көрдің? Сол үшін ол да жай қызмет емес. Айдаладағы танымайтын, түк қатысы жоқ, Құдай білсін ол кім болған, не болған, сондай адамның жаназасын сен барып жуасың, денесін ұстайсың. Оны ана көңілі жаңағылар жылап сықтап жатқан адамдарға басып айтасың. Ол сөйтіп әйтеуір дұғасын, Құран оқып, сол жерде бір діни рәсімін өтіп береді. Жұмыс, нормальный жұмыс. Әрине. Енді, Алла күш қуат берсін имамдарға. Сол үшін мен өзім имамдықтан қашқанмын кезінде. Қорқам просто ол жерде. Біз енді қорықпай жүрміз енді ол жерде. Сізге қарағанда батыр болып тұрмыз ғой. Ол бір мәселе. Екінші тағы бар ғой. Мешіттің төбесіне су ақса, сен жауаптысың. Жамағатыңда біреу радикал жүрсе, сен жауаптысың. Солай ғой. Тағы мәселесі көп. Нюанстар көп. Жауапты құзырлы бекеме көп сосын талап ететін. Бәрі басшы ғой. Есть такое. Давай. Біздің уақытымыз болып қалғаннан кейін, қадірменді ұстаздар, сіздерді осылай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын сіздерге, осы жасап жатқан жұмыстарыңыз Алла тағала берекесін берсін. Құрметті көрермендер, осылайша біздің подкастымыз соңына жетті. Біздер де сіздер де көптеген үлкен пайдалдық деп сенеміз. Кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.